Құрметті достар, мен соңғы видео түсіргеніме 3 ай өтіп кетті. Кешірім сұраймын. Алдында да чатқа да жазған болатын. Уақыт өтіп кетті сол жұмысқа байланысты. Енді сағаттан болсын күн уақыт бөліп жалғастыру ниеттен. Енді бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз 12-ші тақырып бойынша біз файлдармен жұмыс істеу болған. Бірақ мынау Java файлдың Java IO-мен өтуіне байланысты 11 сабақтың жалғастырып. Бұл әлі белгілі. Енді біз структурадан анық деген нәрсені өтуіміз керек, бірақ оны өту үшін оның ішінде linked list, array list деген бар, queue деген. Бірақ бұларға жетерден бұрын бізге негізгі generic тақырыпты өтіп алу керек түсін. Сол үшін енді біз roadmap Java кіріп, generic таңдап, маған бірінші өтінді. Енді кеттік, осыдан бастайық. Енді мынандай сөз айтылған, generic деген сөздің қазақшасын аудармасын обобщение дейді, generic деп аталады. Қазақшасын жалпыландыру деп аударсақ болады екен, білмеймін оны. Бұл не деген сөз дейді? Мына сөзді қарасаң, generic means parameterized types дейді. Мысалы, параметр бар тип дейді. Ол қалай? Оның жағанағы эмблемасы мысалы былай жазылу. Мен қазір класс құрам. Осылардың мен мысалында анау. Қандай кіші және үлкен деген белгісінің ішінде осы тип қойылса, оны parameterized дейді. Мен мына жерге t деген типті қойып қойдым. Сол сияқты мына жерде айтылғандай параметрленген тип дейді. Онда мысалы біздің классымыз жатқандықтан типтің параметрі бар деп айтылып отыр. Сол мағынаны білдіреді. Енді оның ішінде негізгі идеясы дейді, integer, string және user defined types деген нәрсе қолданушымен неғана өзіміз құрған класс. Ал тест деген өзіміз. Одан бөлек жағанағы біз үшін дайын жасап берген класстар бар. String деген, integer, ал оның ішіне міне. Загрузка. Мысалы мен кнопканы басып, сол жағын альтпен немесе контролмен шыққан сол жағын басып едім. Мен стрингке кірдім, сонда класс жасалып қойған. Java пакеттің Java-дан. Сол себепті айтылған сөздер string, integer, double деген неше түрлі класстар бар. Сол сияқты жұмыс береді. Және дейді, бұл параметрлер тек қана классқа емес, методке де қоюға болады дейді. Және классқа қоюға болады, интерфейске қоюға болады. Мен қазір көрсеткен мысалым класс түрінде. Енді мысалы мен мына жердегі жаңа айтылған сөз бойынша мына жердегі мысалы алсақ, мысалын, мына класс түріндегісін көрсетеді. Енді методке арналғанына байланысты ол қай жерде қолдануға болады. Міне функцияның кезінде. Былай жазылған. Сонда айтылған нәрсесі сонда жаңа айтылған нәрсеміз жаңағы методке де беріледі дейді. Сонда мынандай t деген жаңағы жалпылау типі берген кезде методке де қолдануға. Енді класс, мен сізге мынау класс түріндегісін көрсеттім. Методқа байланысты көрсеттім. Және айтылады, жаңа интерфейске де қолдансаңыздар болады дейді.
осылай жасасаңыздар болады. Амин. Сол себепті жаңағы тест интерфейске де қолдансаңыз болады дейді, классқа да қолдансаңыздар болады дейді. Мынау классқа қолдануды, мынау методке қолдануды. Void енді осы жаңағы айтылған сөздердің бәрімен сәйкес келе бастаған, айта бастаған кезде осы сөздің бәріне түсіндік. Енді айтылады, generic қолданылған кезде дейді, класс қолдану ретінде немесе жаңа әртүрлі типпен көрсетуге болады дейді. Және класс, интерфейс, метод деп жаңағы айттым, параметрмен жұмыс. Енді generic не үшін керек болады дейді. Сіз білетіндей, егер мұрагерлік тақырып немесе наследие тақырыбын өткен болсаңыздар, бүкіл біздің жазған классымыз автоматты түрде объекттен туындайды. Сол себепті соның бүкіл қасиеттерін алады. Оның дәлел ретінде мынандай нәрселер бар. Ал мен мына жерде ештеңені бәрін жоқ қылып тастаймын қазір. Сіздер көріп отырғандай, мына тесттің класстың ішінде ешқандай айнымалар жоқ, ешқандай методтер жоқ. Енді мен t-ның ішіне шақырсам, clone, toString, мен көрсеңіздер, объекттен таралып тұр. toString деген метод бар екен, equals, hashcode, notify all, wait деген нәрселердің бәрі сол жақтан келіп тұр. Оның дәлел ретінде кірсеңіздер, сіздерде егер Windows болса, Ctrl басасыз, шыққанның сол жағын басасыз. Мен баг болғандықтан Alt басамын істейін дейді. Қарасаңыздар, міне көріңіздер ме, объект дейді. Бұл себепті біз исследование жүреді. Сол себепті енді дейді, не үшін generic қолданудан басталды? Егер дейді, бізде барлық класстарымыз объект типінен таралса дейді, неге бізге кез келген объект, мысалы біз жасаған тест объект, неге тест 2, тест 3, неге объектпен байланысып жұмыс істей алмайды дейді. Бұл жерде дейді, негізгі қасиет, мынаны қарасаңыздар, типтен безопасности жетіспейді дейді. Не себепті? Ол қызық нәрсені кейін қазір мысал ретінде көресіздер. Сол үшін сондай момент типтің қауіпсіз болмағандықтан бізге generic деген нәрсе мүмкіндік пайда болды. Generic C++-та дейді, ол неге ұқсайды дейді, шаблонға ұқсайды, темплейтке, хэшсет. Енді Java'да қалай жұмыс істейді? Жаңағы мен generic методтер айттым ғой, параметр ретінде беруге болады, немесе кейбір мәнді қайтарады дейді. Сол себепті сондай нәрсесін қысқаша айтылған. Енді мысалды көрейік, жаңа мына жерде жасаған generic-тің класс ретінде қолданудың жолдары. Өзіміздің base type дегеніміз өзіміз жаңағы классымыз. Ал мына жерде test деген классымыз. Және оның типі қандай? деп. Және object дейді, сонымен жаңа солының объектісін құрудың жолын айтты. Енді мысалы мына жердегі енді жақсылап дұрыстап қарастырсақ, бізде класс тест деген бар. Енді main деген классымыздың public деген программамызды запуск жүреді. Енді класс тестті қарасаңыздар, айтылады. Мына жерде t деген тип берілді. Сонда ол айтылып тұр, кез келген класстың типін көрсете аламыз. Өзіміз құрған person болсын, integer болсын, қандай да болсын, қазір жасап береміз. Енді осы жерге t деп келген кезде, мысалы бізге мына жерде мысалында integer келген кезде, t-ның орнына integer түседі. Сонымен жаңа мына жерге t-ның орнына integer деген сияқты жазылады. Integer object. Сонымен жаңа конструкторға барған кезде де, конструкторға барған кезде де integer object болып түседі. Сонымен жаңа біздің мына жердеміз integer болғандықтан, мына жаққа сол мәнді орын. Мына жерге конструкторға 5 деген ол 5 мына жаққа түседі, екеуі бір-біріне меншіктейді. Сонымен енді жаңағы біз қандай мән айтқан үшін біз get object шақырған кезде ол t типін қайтарады. T типі деген бізге мына жерге integer болып кіргендіктен
ол integer қайтарады. Сол себепті біз мынау this объектіміз маған барады. Сол себепті 5 деп берсек 5-ті қайтарады. Енді екінші жағдайда ал көрдіңіздер ме, тест integer 15 деп берді. Сол себепті мына get object 5 деген қайтарады. Екінші жағдайда дейді, мысалы біз егер классымыз, тест классымыз ешқандай generic болмағанда, қазір ол екінші вариантын түсіндірем сендерге. Проблеманы көрсетемін. Мен тест 2 деп қоямын. Generic болмады. Generic болмағандықтан мен мысалы мына жерде stringті ғана жасаймын. Енді мен string деп көрсетіп конструктор болу керек. String бәрі дұрыс болды. Тест. Мен бір түрі жағына мынау generic түрінде, мынау generic емес кезінде тестті жасадым. Мен бұл жерде нақты типін көрсетіп отырдым. Енді менде мынандай проблема болады. Мынау generic-пен жұмыс істеген арқасында жұмыс істеді string. Енді мен тест 2-ні шақырам. Мен бұл жерге 15 деген санды бере алмаймын. Өйткені бұл жерде объекті мен тек қана қарасаңыздар, тест 2-ге барсақ, ол string ғана қабыл. Ал мына жерде мысалы типі бұл кез келген типін бергендіктен, мысалы integer болсақ, integer қабылдай береді. String болса stringті қабылдай беретін еді. Сол себепті мынау кез келген тип қабылдайды. Программистер немесе дайын Java-ның дайын класстарын құру. Сол себепті мына жерде менің stringті қойып деп шақырайын деп едім, істемеді. Тек қана мен сол кезде енді байланып қалдым. Тек қана текст қана енгізеді. String типіне байланып қалдым. Себепті мынандай пайда болды. Енді мен және де жаңағы system out println шақырсам, тек қана сол мәнін ғана шығарып береді. Сол себепті generic-тің пайдасын түсіндіңіздер. Так. Бұл класстың түрінде қолдану. Өйткені мына жерге жаңа t деп айттым. Ал мына жерге string келсе, сол string бәрін қойылады. Немесе integer келсе, integer қойылады. Тек қана мына жерде сіздер integer немесе string емес, өзіңізде мысалы жаңа класс құрып, оның мәнінде қайтаруға болады. Бұл дәлел ретінде көрейік. Class person. Так. Name деп беріп кеттік. Конструктор құрам. Және де мен жағына осы getter-ын қайт. String name. Person деген менің өзім жаңа жасаған типім тұр. Енді мен мысалы мына жерге екінші түрін жасай аламын қазір. Тест деймін. Мен мына жерге жаңа құрған
new мен мысалы конструктор тест бердім string бердім мен енді мына жерде қазір қате беріп тұр не істеп тұр мына жерде айтып тұр person типін қабылдап тұр дейді мына жерде бірақ stringті не қылып тұр дейді енді мына жерде тағы да қате беріп отыр не болды дейді person типін қабылдап тұр дейді мына жерге бірақ сендер string беріп қойдыңдар дейді осы қатені бізге түзеу керек ол үшін біз жаңағы stringтің несін жасау үшін біз мына жерге объектісін бұруымыз керекпіз немесе конструктор не деп жасауға болатын еді сол себепті енді біз бұны қойғандықтан мен тест арқылы жаңағы өзімнің жаңағы get object арқылы немесе қайтарып бере аламын и байқасаңыздар get object'ін жазған кезде мына жерде мен ол уже person'ды қайтарады көрдіңіздер ма get object'ті person деп сол себепті мен мына жерге жаңағы person'ның типін бердім а мына жерде integer 15 деп берген себебі өйткені мына жерде автомат түрде integer'дің класы бізге де мына жаңағы new деп person деп жазу көретін еді типіне сол болып қалды так енді ары қарай жалғастырсақ біз класс түрінде generic қолдануды үйрендік енді жауабын көретін болсақ мысалы 15 даник geek for geek деген нәрсе менікі даник дегенім шықпай қалды себебі өйткені мен мына жерде миында мысалы даникті мен жасап кеткенмін мен қолданып кеттім get object мен бұл жерде person get name арқылы еще кешіріңіз бұл тек қана типқа қайтарғандықтан еще get person'ын көрдіңдер ма get object деп шықты өйткені мен бұл жерде string методын жасаған жоқпын сол себепті менде дұрыс string нәрсесін мен мына жерде объекттің мәнін қайтара салып мен оны объекттің мәнін шығардым мен дұрыстап мен оны toString'ке жасау оны кодта кішкене түзеу керек маған негізгі басты мәселе ода емес мына жерде мынау менің жаңағы person'ның get person get name'ді бүйтіп қоюым керекпін да сонымен жаңағы шығару үшін 15 даник деп шықты бұл мына өткен нәрсеміз біздің тек қана жаңағы түсіндіргендей кітаптың басында класстың типімен жұмыс істеу generic-тің классын ретінде класста қолдану generic енді келесі өтетін нәрсеміз енді сол generic типті функцияларды қолдану дейді біз дейді және де тек қана класста емес дейді generic-ті біз методтерді қолдануға болады дейді жарайды
қойдық. Енді қарасаңыздар, бұл жерде тек қана бір ғана метод бар, generic display деп аталады. Және соны мысалы жұмыс істейік. Generic display'дің ішінде мысалы 11 деген санды берді. Ол 11 деген сан берген кезде қалай ойлайсыздар? Кез келген тип түсуі мүмкін. Бұл жерде 11 деген нәрсеміз, geekforce деген нәрсеміз integer ретінде келіп тұр мына жерге, аргументке қарасаңыз. Мына жерге мысалы жаңа 1.0 дегеніміз double ретінде келіп тұр. Кез келген тип. Енді қарасаңыздар, 11-ді бердік мына жерге. 11-ді бердік, force бердік, 1.0-ді бердік. Енді мысалы қазір қарап көрсек, программаны запускать еткен кезде қандай нәрсе келіп отырғанын көрдік. Элемент деген типіміз жаңағы 11 деп түсті ғой типіміз. Оны жаңағы integer ма неге түскеніне байланысты соның классын таба алады. Соның классын тапқаннан кейін кластың атын шығарып береді. Мысалы қазір қарасаңыздар, міне integer string double деп шығарып береді. Ол себепті элементтің қандай класс екенін анықтайды және сол класстың атын береді. Содан жаңағы элементтің жаңағы мәнін шығарып береді. Сол себепті біз сонымен тип. Бұл жерде жазған кезде классқа жазбайсыздар, бірақ бұл жерде void немесе int'ің алдына t деген типті қоясыздар. Сол қандай мына жерге аргумент ретінде қандай тип келді, сол типке қайтару білдіреді. Сол себепті мысалы қарасаңыздар, мысалы 11 деп бердік, бәрін берсеңіздер, мысалы төрттерін элементіне байланысты. Бір integer деп типі. Элемент деген сөз жаңағы берген санымыз 11. Get класс деген соның аты, класстың типін шығарады, соның атын шығарады. Мысалы, оны дәлел ретінде мына жерге нені қоямыз қазір? Жүкті басып. Енді қарасаңыздар, міне элемент дейді, 11 деген элемент келді міне. 11 деген нәрсеміз келді. Оның типі әлі белгісіз, бірақ бізге автомат түрде 11 деген тип, integer типі компилятор анықтап отыр. Енді біз мына жерде элементті терсек, 11 деген мәнін қайтарып берді бізге. 11 деген мәнін автомат түрде бізге integer екенін көрсетті. Енді оның get классын шақырамыз. Get классын шақырған кезде біз қандай тип екенін көрсетеміз. Бәрі пустой. Вот name мысалы Java integer деп келіп тұр. Енді соның жаңағы get name арқылы атын шақырамыз. Сол себепті бізде Java lang integer деген жазуымыз шықты. Мен жаңағы плюс элемент деп соның мәнін шығарып береді. Бұл өте оңай. Жаңағы біздің немізден қарағанда тестіміз. Біздің мына тестіміз класс ретінде не қылсақ, типіміздің орнына қандай параметр келді, t деп сол. Енді осы нәрсе жаңағы интерфейске байланысты деп айтылды ма жаңа тақырыпта. Өйткені интерфейске байланысты деп айтқан себебім, өйткені мынандай жұмыс бар. Кейін структура данқты өткен кезде мысалы қарасаңыздар, міне list деп тұр, көрдіңіздер ма? E деген type тұр. Сонымен мысалы соның ішіне кірсек, мысалы не көрдіңіздер ма? Сонда generic-пен жұмыс істейді. Енді сонымен байланысты жаңа E деген әріптермен итератор қалай не қылатын, қандай типтерін келетінін көріп отырсыз. Массивке берген тип. Бұл жерде әріп басты емес негізі, бірақ type деп түсінікті ретінде type деп береді, enum деп береді. Мысалы, оны қазір мына жерде кілттердің несінде, описаниясында айтылады көбінесе міне. T деп жасаңыздар, өйткені ол обязательно T деп жазудың қажет емес, просто бірақ түсінікті болатындай елдерге. Z деп қойсаңыздар да болады, A деп қойсаңыздар да ол ешқандай қате бермейді. Просто T десеңіз бұл типі деп білесіз да. E деп берсеңіз элемент деп береді.
k десеңіз ключ ретінде, n десеңіз number, v десеңіз значение деп біледі. Мысалы key value деп қазір көреміз. Мысалы mapпен тақырып өткен кезде сол кезде түсінікті болады. Элемент деп. Мысалы біздің жаңағы Java кодымызда қарасаңыздар, мынау екінші функцияда. Мына жерде біз ның орнына бізге e деп берсек түсінікті болатын еді. Мысалы жаңағы элементі деп. E деген тип. Көрдіңдер ме? Бұл жерде a деген әріпті қоя берсем болады. Қандай қате де бермейді. Көрдіңіз ме? Жүре береді. Сол себепті соглашениеға мен байланысты не қылып. Сол себепті мысалы жаңағы біздің тестімізде t деп берген себебіміз типі деп түсінеміз. Енді листте мына жерде e деп тұрды ғой, өйткені элементтері бар деп айтып тұр. Енді одан кейін бөлек бізде map деген интерфейсіміз бар. Көрсеңіздер k және v тұр. Key value-мен жұмыс істейді. Ондай нәрселер, мысалы көп нәрселер бар. Сол себепті осылай жазғандарыңыз дұрыс болады. Жөн. Так. Енді қызық нәрсе айтылайық тағы да, мынандай нәрселер бар. Бұлай ал бізде тестке қайтып келеміз қазір қайтадан. Осыны шақырайық. Көрсінді. Ал мен мына жердегі, енді мен мына жерге былай жасабым кеп. Көрдіңіздер ме? Қате берді. Generic-те тек қана айтқандай тақырыптың басына қайтып келсек, біз мына жерде жаңа түсіндіріп кеткендей түсіндіріп. Ол методтер класстармен интерфейспен ғана жұмыс. Және дейді тек қана қабылдайтын типтер user defined тип. То есть тек қана класстармен жұмыс. Сол себепті сендерде мына intif деген типіміз бұл примитивті тип аталғандықтан бұл класстар типіне жатпайды. Сол себепті біз бұл қате береді. Шыққанда апарсақ қазір. Int'ті дейді, мысалы integer типіне ауыстыр дейді. Подсказка ретінде. Және де айтылады, мына жерде қатені көрсету керек. Int типтес боламайды деп айтылады. Енді егер ондай болмайды дейдісе, бірақ мынандай нәрсені естеріңізде сақтап алыңыздар. Міне айтылды. Мы не можем, біз дейді, примитивті типтерді жаңа int, char, double деген сияқты кішкентай әріппен жазылған типтерді қолдана алмаймыз дейді. Олай десек, компилятор бізге қате береді дейді. Но, бірақ массивтер бізде өтіп кетеді дейді. Өйткені олар массивтер ссылочный типқа жатқандықтан олар орындалатыннан памятте. Сол себепті олар жұмыс істейді. Өйткені олар типтер объект ретінде жүреді, массив және string. Мынау көрдіңіздер ме? Тип ретінде жүріп тұр. Массив болғандықтан ол памятке барады. Былай жаза алмайсыз. Сол себепті бұл жұмыс істейді. Екінші мысалымыз біздің жаңағы типті берген кезде дейді, тек қана бір тип беру міндетті түрде емес. Мысалы сіздер мына жерге мысалы бірнеше жазып кете бересіз. Сол себепті мысалы t object болса, мысалы u-ға мысалы object 2 деп берсеңіз. Сол себепті арғай жаңағы конструктор ретінде мысалы 2 параметр, 3 параметр ретінде қабылдайды ретінде мысалы басқа типіміз u object 2-ті
мына жерге жаңағы осылай жұмыс істей бересіздер. И және де мына жерге жаңағы тест, мына жерде тест ретінде қабылдаған кезде integer біріншісі, екіншісі string басқа типін көрсетеді. Соны эксперименттерді құрып, ол үшін мынандай нәрсе істемейді. Ол үшін біз объектісін құруымыз керекпіз, конструктор шақыруымыз керекпіз. Сол себепті түзеуге тура келеді сізге. Сол сияқты нәрсені жазуға болады деген нәрсені мағынаны білдіріп отырмыз. Так. Класспен көрсеттім, енді интерфейспен мысалы жаңағы дедім. Негізгі основной концепциясы осы. Ал енді келесі статьяларды көрейік. Типа безопасности жаңағы тип береміз деп. Бұл жерде list туралы көрсетілген. Бұл list туралы кейін өтеміз біз. Оған жетпедік. Java generic-ті. Мына жақта. Міне көрдіңіздер, методке қолдануға жасалған. Метод міне класс түрінде мысалы box деген. И мысалы box-тың ішіне box деген класс құрады. Оның ішінде жаңа integer box, string box деп тұрады. И және add деген метод арқылы жаңа соған элементтерді қосады. Integer string. Сол себепті қандай байланысты объект құрыңдар, оның жаңа get деп шақырса, бәрі сол бір методты, и және сол бір методты шақыра бересіңдер add пен get. Сол себепті мына жерде қандай тип берсеңдер. Келесісінде болды. Мына жерде қарасаңыздар бірнеше түрін жасап көріңіздер. Бүгінгі 12-ші тақырыбымыз сол generic туралы болды. Мен бұны markdown'ды басып қоямын, сонда өтіп. Енді келесі жолы мына жаққа қайтып келеміз. Бұл кезде жаңағы тақырыпты дұрыстап collection және уже мына тақырыптымыз. Java collection қай жақтан не жүретін? Variable collection listің элементтер бар екен көрдік. Set көрмедік біз әлі, queue'ды, dequeue'ды қалай жұмыс істейді. Бір тақырыптан бөліп қарастырамыз. Интернеттен қарасаңыздар, міне көрдіңіздер, көкпен жазылып тұр. Интерфейс екен көрініп тұр. Ол класс екен. Array list. Ал соның жалғасы ретінде generic-пен қалай байланысты екенін көрсетейік. Интерфейспен және классқа. Енді мен жаңа айтқанымдай generic-ті классқа неге қолдануға болады деді. Жаңа мен жазғанымдай листті көрсетіп кеттім сізге. Листке тек кез келген string, integer, person, кез келген өздеріңіз берген типті қолдануға керек болады. Енді array list деген бар екен. Array listті қарасаңыздар, көрдіңіздер ме, элементтермен тоже жұмыс істейді. Көрдіңіздер ме, элементтермен жұмыс істейді. Сол себепті листте де array listте де бәрі жаңа. Енді linked list'ін қарап көрейік тоже. Linked list'ті көрдіңіздер, элементтермен жұмыс. Сол себепті жаңағы неге бұл collection өтпей жатып, generic-ті үйреніп алдым. Енді мысалы object-ті қарайық, queue'ды қарайық, немесе collection iterable'ды қарайық. Iterable'ды қарайық. Көрдіңіздер ме? T. Iterable типті қабылдайды екен. Итератор элементтерді қабылдайды. Элементтердің типін қабылдайды.
Енді жаңағы очередь жұмыс істедік. Очередь жаңағы элементтермен жұмыс істейді. Сетті көрейік. Сеттер де элементтермен жұмыс істейді. Көрдіңіз бе? Так, одан кейін ready queue, tree set деген нәрселер көрейік. Векторды көрейік. Элементтермен жұмыс істейді. Сол себепті екінші тақырыбымыз коллекциялар жайлы. Ол 13-ші сабақ, ол ұзаққа барады деп ойлаймын. Бәрін бір-біріне қолдап шығу. Бүгінге осы сабағым бітті менің. Рахмет. Лайктарыңызды басып отырыңыздар, бір-біріңізді таратыңыздар. Қателіктерімді түзеп айтып отырыңыздар. Как всегда, мен жаңа бұл жерге пуш жіберіп отырамын. Кодтарыңызды жасаған. Бақ. Нерек. GitHub'ым қай жерде тұрғанын ұмытпады деп ойлайсыздар, ойлаймын. Ұмытып қалсаңыздар, сұраңыздар. Java backend. Сау, саламат болыңыздар.